Мұстақым Малдыбаев деген енді былай қараған кезде көзі қарақты адамдар, ізденіп жүрген адамдар негізі біледі. Ол кісі кезінде Алашорда партиясының мүшесі болған, жалғыз ғана жай ғана мүшесі емес, сол Алашорда партиясының негізі белсенді мүшесі болған адамдардың бірі. Бірақ енді көпшілік адамдарға негізі Мұстақым Малдыбаевтың есімі соншалықты таныс емес, өйткені бұл кісі туралы ізденген, сол кісінің Мұстақым Малдыбаевтың еңбектерін ашық көрсеткен адамдар негізі болған жоқ. Бұл кісі біріншіден сол кезеңдегі жалпы қазақ үшін ең бірінші қажет шаруа не болды? Халықты ағарту ісі ғой. Ұстаз болу, мұғалім болу деген сол кезінде халыққа білім беру негізі. Бүкіл біздің ағартушылардың барлығы да бірінші кезекте айтқан ең бірінші қазаққа ол білім беру керек деген. Және білімді ол бұрынғы молланың білімі емес, енді европалық білім беру керек деген сондай ұстаным болған. Міне осы жағынан келгенде Мұстақым осы жолды ұстанған адам. Бұл кісі негізінен сол замандағы ең жоғары деген білімдерді алған адамдардың бірі. Уфадағы Ғали медресесі деген бір атақты. Бұл енді кезінде жаңағы Абайдың қолы жетпеген, бізде Бейімбет Майлин негізі сол замандағы медресе деген негізі жоғары білім. Біз институт дейміз ғой, бакалавриат білім беретін сондай деңгейдегі білім ордасы. Міне сондай білім ордасын бітірген. тарихтың тасасында қалған, әлі күнге дейін отандық тарих ғылымында, алаштануда және өлкетануда өзінің лайықты бағасын алмаған, шаң басқан архивте есімі де, әдеби ғылыми мұрасада қалып қойған, артында іздеушісі, не насихаттаушысы, ұрпағы жоқ, насихаты кемшін Мұстақым Матағұлы Малдыбай туралы айтқымыз келеді. Мұстақым Малдыбайұлы деген есім сойымен танылған 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақтың атақты оқымыстысы, ағартушы, педагог, ақын, жазушы, публицист. Мұстақым
1880 жылы қазіргі Қарағанды облысына қарасты Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ Едрей болысында туған, шыққан тегі Арғынның Қаракесек руына қарайтын Айбике Шаншардан шыққан, атақты бабалары Қазбек, Келдібек сияқты Бекболаттардай сөз қонған, сүйегіне сөз сіңген қасиетті әулеттен шыққан Мұстақым да өнер әлемінде, әдебиет әлемінде құралақан болмаған, заманында Айқап, Қазақ, Қазақстан, Сарыарқа газет журналдарына өлеңдерін, публицистикалық отты жалынды мақалаларын жазып тұрған Алаштың белгілі тұлғасы болған. 1889-1908 жылдары Зия Қамали ұйымдастырған Уфа қаласындағы Ғалия мектеп медресесінде оқыған, ерекше аттестатпен бітірген. 1909-1912 жылдары Жетісу даласындағы Қарағаш қаласындағы Мамания мектеп медресесінде мұғалім әрі мектеп директоры қызметін атқарған. 1912 жылы қазақша ең жаңа әліппе, қазақша оқу кітабы, иман, ислам яки мұсылмандық деген кітаптар жазған Алаштың үлкен ұстазы болған. Семей қаласындағы мұғалімдер семинариясында сабақ беріп, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев сияқты Алаштың тұлғаларына ұстаздық еткен болатұғын. Бұл кісі Семейдегі қазақ жастар ұйымының белсенді мүшесі болған. 1914 жылы Абай атамызға арналған алғашқы кешті ұйымдастырған және Семейдегі әдеби, қоғамдық, мәдени өмірге белсене араласқан. Семейдің земство комитетінде, Алаш комитетінде тұрақты мүшесі әрі ағзасы болған, Алаштың атты әскерін құрысқан. Сонымен қатар жаңа экономикалық саясат кезінде кооперативті, бизнесті, кәсіпкерлік саланы дамытуға өз үлесін қосқан. Туған жері Қарқаралы, Қу, Едрей болыстарынан май, сүт зауыттарын ашқан. 1927 жылы Сталиндік репрессия басталған тұста қанды қасаптың алғашқы толқынына ілініп қайтыс болған Алаштың шахид кеткен тұлғасы. Бұл кісінің жары Ғазиза Зайнуллақызы да Алашқа қызмет еткен, Алаштың оқу ағарту саласына үлкен үлес қосқан педагогты. Бұлардың әулетінде Әлихан деген ұл болған, Алаш көсемінің есіміне қойылған. Сонымен қатар бұл кісінің Сүйінбеке деген қызы болған. Осындай үлкен әулетке айналған Мұстақым 1927 жылдың желтоқсанында 47 жасында опат болған.